5 минутта күйзелістен арылудың жолдары. Жұмыс аптасының басында стресске шалдығуға еш болмайды. Егер сондай жағдай орын алып, жұмыстан жалығып, шаршап қалсаңыз, 5 минутта стресстен арылудың 5 жолымен таныс болыңыздар. Серуендеп келіңіз. Мүмкіндік болса, таза ауаға шығып серуендеп келіңіз. Жұмыс уақытында кеңсеңізде шығуға болмаса, кеңсенің ішін аралап қайтыңыз. Басқа қабаттағы әріптестеріңізге бұрыштағы ешкім отырмайтын бөлмеге соғып келіңіз. Бастысы, орныңыздан тұрып, компьютерден бірнеше минутқа болса да демалыңыз. Осы уақытта ойыңыз жинақталып, жұмысқа жаңа қарқынмен кірісе аласыз. Кітап оқыңыз. Кітап оқу көңілді басқа нәрсеге аударып, сәтсіздіктерді ұмытудың бірден-бір жолы. Ертегі шытырман оқиға толы әңгімелер осы жағдайға дәл келеді. Бастысы, кітап оқу арқылы ойыңыз басқа жерге ауысып, қиындықтарыңыз алыс жерде қалуы керек. 5 минуттық кітап терапиясынан кейін өзіңізді әлде қайда жақсы сезінесіз. Қызықты бейнебаян қараңыз. Жұмыстан 5 минутқа демалып, ғаламтордан қызықты, күлкілі бейнебаян тауып қараңыз. Стресс осындай даудан кейін өзімен өзі жоғалып кетпек. Шай ішіңіз. Кофе емес, шай. Кеңсеңізде емдік шөпті шай болса, тіптен жақсы. Шай қайнатқанша сергітіп, тыныштандыратын дәрілік шайдың әсерінен де біраз демалып қаласыз. Терең демалыңыз. Қиындық жайлы ойланып, уайымдап отырғанда тынысыңыз жиілеп, ағзаңызға ауа жетіспейді. Сол себепті тынысыңызды дұрыстауға тырысыңыз. Кеудемен емес, ішпен демалып көріңіз. Дәрігерлердің айтуынша, осындай тыныс жаттығулары кез келген ауруды тез арада басып, ағзаның жұмысын жақсартады. Ал денесі саудың көңілі де жайлы болады емес пе?